Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздерге бір жаңалықпен бөлісейін деп отырмын. Біздің тауық қорамызға жаңадан тауықтар келді. Міне 7 тауық келді. Светтер енді үшеуі бірдей, төртеуі басқаша. Аяқтарында жүндері бар. Таза брам емес, сосын таза кучин емес, үй тауықтары деп айтсақ болады. Мінекей әтештеріміз енді рахаттанып жүр. Бұлар қазір түлеп жатыр, жүндері түсіп. Алла бұйыртса ертең жүндері өсіп жақсы болады. Содан кейін тағы да бір сіздерге арнайылап видео түсіретін боламын. Тауықтардың бағасын беріп жіберіңіздер. Ана өзіміздің австралоп. Сосын бізде Адлер тауығымыз жоғалып кетті, ұрлап кетті ма, или далаға шығып кетіп қалды ма, оны нақты білмеймін. Бірақ енді ол тауық жоғалып кетті деп мұңаймаймыз. Оның орнына біздер 7 тауық алып келдік. Бір тауық кетті, 7 тауық келді ғой. Австралоптың 4 айлық тауығымен бірдей ғана тауықтар бар ғой. Австралоптың 4 айлық қой, 4 айдан кетті. Сонымен бірдей ғана тауықтар. Мінекей осы Алла бұйыртса тағы да ертең далада жайылымда жүрген видеоға түсіріп тағы да жұмыртқалар қазір түлеп жатыр. Ертең қандай витамин береміз жұмыртқа тууына, соның барлығын нақты видеоға түсіріп салатын боламын. YouTube каналыма сіздер тек арнаға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.